Сәлем достар, бүгін сіздермен нарын дайындаймыз. Ең алдымен қамырды илеп аласыз, қамыр қатты болуы қажет. Содан кейін қамырды жайып, кесіп алып, қайнап тұрған суға сап аласыз. Нарынды кәдімгі ақ суға тұз қосып салып алған жақсы. Нарындыға 5-6 данадан артық қамыр салмайсыз. Дана-дана болып түсу үшін аз-аздан салып, осылай сүзіп алып, сұйық май құйып, әдемелеп, бөлек ыдысқа жаймалайсыз. Кеуіп, суы сырылған нарын әдемі туралады және дана-дана болып түседі. Нарынды жалпы салқындау жерге қойсаңыз, лезде мұздап, ертерек турағанға дұрыс болады. Және осы қамыр суып тұрған кезде сіз мұнда еттерін туралайсыз. Нарынның қамыры әдем шығу үшін еттің сорпасына илесеңіз керемет шығады. Етті барынша майдалап тураған жақсы. Арасында ірі-ірі болып жүрсе де ет нарынды сүйкімсіз көрсетеді. Нарынды майдалап турап, араластырып, қазыңыз болса қазымен бірге кесеге салып, қайнап тұрған сорпаны үстіне құйып ұсынасыз. Kamuzon.com